Сәлеметсіздер ме, кітапсүйер қауым? Сіздердің назарларыңызға машинист Демченко Михаил Прокофьевич алғашқы кен қабаттың ашығанына 60 жыл толуына арналған еңбек адамы елімнің мақтанышы атты тұлға тану айдарын ұсынамыз. Қала мың жолдың торабы мәңгілік өзіңде сақтаған, қала көненің куәсі, болашақты бүгіннен бастаған деп, бүгінде сөз етпес көне торғай жерінде қанатты қазынаның қалай табылғанын, оны зерттеуге кімдердің еңбек сіңіргенін, суыр жортып қаңбақ көшкен ел жұртсыз шөл даланың, апталап соғатын қысқы дүлей бораны мен сақылдаған сары аязына жазғы ми қайнатар аптап ыстығы мен кеңізні кептірер аңызақ желіне, көктемі мен күзгі сағышы жабысқан бауырмал батпағы мен өкпеңнен өткен қара соғына қажыр қайратын қарсы қойып, мекенжай салған алғаш кен қазған қандай ержүрек батыр жандар. Қала тұрғынның қала тарихын білген абзал. Қызылқозы 1951 жылға дейін осылай аталған. Қазіргі Арқалық қаласы орналасқан жердің байырғы. Мидай далада көз тоқтатар тұлдыр жоқтың. Төңіректі қызыл бояумен бояп қойғандай. Жаңбыры мен қар суы ойылып ойылып тастаған топырақ асықтай шашылған қызыл тастар. Бұл боксит кен еді. Жергілікті халық киіз үйдің сүйегі, кереге мен уық бояуға осы топырақты алдыртатын болған. Ол әрі жұғымды, әрі ұзақ уақыт өңін жоғалтпайтын, беріктігімен бағаланатын Торғай боксит кендер басқармасының кеншілер даңқты есімдерінің қатарында кәсіпорынның беттес тармақтаншы машинист Демченко Михаил Прокофьевич алғашқылардың санатында тұрды. Демченко Михаил Прокофьевич 1927 жылы Қарағанды облысы Ворошилов ауданы Буденный атындағы колхозда дүниеге келген. 1943 жылы Балқаш қаласында Қоңырат кеніші ашылып, Фузу мектебін бітіреді. Оның мамандығы экскаватор машинист. 1953 жылы Қазақстанның 6-шы съезінің делегаты болды. Михаил 1960 жылға дейін еңбек етіп, кейін өндірістік аударма бойынша Михаил Прокофьевич Арқалық қаласына ауысып, экскаватор машинист болып қызмет атқарды. 1953 жылы Қазақстан 6-шы съезінің делегаты болды. Михаил 1960 жылға дейін еңбек етіп, кейін өндірістік аударма бойынша Арқалық қаласына ауысып, экскаватор машинист болып қызмет атқарады. 1968 жылы құрметті шахтер атағы беріліп, дәл осы адамдар алғашқы аршу жұмыстарын жүргізіп, алғаш рет тау жынысын шығарып алуды іске асырды. 1971 жылы Арқалыққа қуанышты хабар тарады. Михаил Демченко экскаватордың бригадирі машинисі отанымыздың жоғарғы марапатына, еңбек ері атағына ие болып, оған Ленин ордені мен алтын жұлдыз медалы тапсырылды. Олардың экскаваторларының ожауы тоң болып қатқан топырақты кеміре, жер қырсың тереңіне метрлеп еніп, Торғай бокситтерінің ағылы шоғырларын аршып жатты. 1963 жылы Правда газеті экскаватордың ожауында бокситтер атты бас мақала жариялап, ондай адамдардың жетістіктері туралы әңгімеленеді. Торғай бокситінің алғашқы ожауын алып шығу мәртебесі Михаил Демченконың үлесіне тиді. Арқалық қаласындағы өлкетану мұражайының кіреберісіне естелік ретінде композиция, бокситтің рәміздік алғашқы кесек шойтасы және Михаил Демченконың соны алып шыққан экскаватордың ожауы тұр. Торғай боксит кендер өндірген миллиондаған тонна бокситтің санағы осылай басталды. Жоғарыда аталған жетістіктердің барлығы кеншінің сөзі, оның ісінен алшақ кетпейтінін көрсетеді. Арқалық қаласындағы бір көшеге Демченко Михаил есімі берілді. Кез келген уақытта да кәсіпорынның ұйытқысы болғандар өзінің көп жылдық еңбек өтілімен туған кен басқармасына берілгендігін дәлелдейді. Кен өндірісі еліміздің басты саласы. Кеншінің кәсібі елдегі ең құрметті мамандықтың бірі болған және бола бермек. Сол себепті де кенші кәсібі әр уақытта өз биігінде қалады. Ардагердің еңбегі еленіп, ол дәуірлер бойы дәлелденіп келе жатқан дүние. Келген уақытта да кәсіпорынның ұйытқысы болғандар өзінің көп жылдық еңбек өтілімімен туған кен басқармасына берілгендігін дәлелдейді. Кен өндірісі еліміздің бас саласы, кеншінің кәсібі елдегі ең құрметті мамандықтың бірі болған және бола бермек. Сол себепті де кенші кәсібі әр уақытта өз биігінде қалады. Адамды адам еткен еңбек.
ол дәуірлер бойы дәлелденіп келе жатқан дүние. Ердің елге танылуы да сол еңбектің арқасы. Қазыналы қариялар қандай құрмет қошеметке болса да әбден лайық, себебі олар ел ертеңі үшін тер төккен еңбек ардагерлер.